Ұлт боламын десең бесігіңді түзе дейтін Мұхтар Әуезов атаның қанатты сөзі бар. Шындығында бұл сөзде үлкен мағына бар. Осы сөзге дәлел Американың атақты бишісі Айседора Дунканнан бір журналистер сұхбат алған кезде сіз биді қайдан үйрендіңіз деп сұраған екен. Сол кезде биші мен анамның құрсағында жатқан кезде үйрендім депті. Сөйтсе анасы жүкті кезінде шампанға құмар болған екен. Сол шампанның уыты балаға да әсер еткен болу керек. Қазақта әуелгі тәрбиенің анасы бесік десек, сол бесік ананың құрсағынан басталатынын ұмытпайық. Аман сау жүріңіздер ағайын.